Екінші мойын омыртқасы аксис басқа мойын омыртқаларынан өзінің тісі болуымен ерекшеленеді. Естеріңізде болса, алдыңғы видеоларда айтқандай, оның тісі бірінші мойын омыртқасының денесі болып табылады. Екінші мойын омыртқасының тісі денс аксис. Денс аксистің ең жоғарғы бөлігін апекс дентис деп атаймыз. Апекс дентис арқылы шүйде және де бірінші мойын омыртқалары арқылы байланысады. Және де денстің екі буындық беттері болады. Фасис артикулярис anterior dentis және де фасис артикулярис posterior dentis. Екінші мойын омыртқасының денесінде буындық өсінділер орналасады. Жоғарғы буындық өсінділері арқылы бірінші мойын омыртқасымен байланысса, фасис артикулярис superior төменгі буындық өсінділерімен үшінші мойын омыртқасымен байланысады.